Украинада бейбіт тұрғындардың азаптап өлтірілуі Бучамен шектелмейді. Осылай деген Украина билігі Гостомель қаласында 400-дей адамның жоғалғанын хабарлады. Сондай-ақ Киев Ресей армиясы Донбасқа жаңа соққы жасауға дайындалып жатыр дейді. Украина билігінің хабарлауынша Ресей армиясының басым бөлігі Донецк және Луганск облыстарында толық бақылау орнатуға бағытталған. Қақтығыстар күшеюі мүмкін деген қауіптен Донбастан мыңдаған адам батысқа қарай ағылып жатыр. Ол үшін бүгін 5 гуманитарлық дәліз ашылды. Ал Владимир Зеленский Ресей ел аумағын жаулап алу үшін жаңа тактика қолдануға көшті дейді. Ресей күштері экспортқа арналған ауыл шаруашылық өнімдері тиелген кемелермен бірге порттарды бұғаттады. Өмір сүруге қажетті нысандарды ракетамен атқылап жатыр. Себебі олар үшін аштық бізге, қарапайым адамдарға қарсы тұру үстемдік құралы. Бучадағы қырғыннан кейін ақш пен Еуропалық одақ Ресейді тағы санкциялармен тежеуге кірісті. Батыс елдері Ресей орталық банкінің 630 миллиард долларлық қорын бұғаттап, көмір экспортына тыйым салуды қарастырып жатыр. Бұдан бөлек Құрама Штаттар Украинаға құны 100 миллион долларлық Джавелин ракета кешенін жөнелтпек. Украина ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлікті шығаратын әлемдегі ірі мемлекеттердің бірі. Ресейдің Украина порттарын бұғаттап, өнім тиелген кемелерді шығармауы көптеген мемлекеттерге әсер етеді дейді Владимир Зеленский. Салдарынан азық-түлік тапшылығы байқалып, баға күрт шарықтауы мүмкін. Бұл Қазақстанға да қатысты. Сондықтан Украина басшысы батыс елдерін Ресейге қарсы соғыс салдарына татитын санкция салуға шақырды. Жансая Қапасқызы, Нұрлан Әлімханбетов, Айбат жаңалықтар қызметі.